Таң студиямызда қонақ болатын меймандарды сіздерге таныстырып өткенді жөн деп санадық. Орал шаһарындағы ең керемет ауқымды өткен байқаулардың бірі екі әлем байқауының гран-при иегерлері бүгінгі біздің таң студиямызда қонақта, ал осы үміткерлердің, осы жүлдегерлердің еңбегін сіздерге жолдайтын боламыз. Назарыңыз экранда болсын. Давайте все вместе посмотрим, уважаемые наши телезрители, про творческий путь и успех этого прекрасного дуэта. Қымбатты көрермен, біздің бағдарламамыз өз жалғасын табады. Ендігі кезекте көптен күткен қонақпен сұхбат айдарына да келіп жеттік. Бүгінгі таңда біздің таң студиямызда Орал қаласында өткен ауқымды байқаудың ең үздік деп санаған азаматтары, өнерпаздары бүгінгі біздің таң студиямызда қонақта болады. Таныстырып өтсек. Орал қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі Жастар мәдениет үйінің екі әлем жобасының бас жүлде иегерлері Рүстем Кереев және де Асылбек Карес бүгінгі біздің студиямызда қонақта. Уважаемые наши гости, добро пожаловать к нам в студию. Мы очень рады вас сегодня у нас видеть. И давайте же все-таки с вами начнем беседу. Расскажите немного о себе. Как вы пришли в творческий путь? Как все начиналось? Жалпы мен өнер жолына дегенде мәдени тынығу жұмысын оқыдым, КДР, яғни. Содан кейін барып өзімнің еңбек жолымды Деркөл мәдени демалыс орталығынан бастап, қазіргі таңда Жастар мәдениет үйі демалыс орталығы, яғни соның құрамындамыз. Сол енді жалпы өзім әнге көп әуес емеспін, әнге қатысым жоқ. Жалпы мен қазіргі қызметім үйірме жетекшісімін. Руководитель кружка. Жалпы поэзия жағынан оқушылар дайындаймыз, шәкірттеріміз бар өзіміздің. Содан кейін осындай жоба болады дегеннен кейін барып қадам бастық. Енді Рүстем қасында өз бағыт-бағдар берді. Содан кейін осы екі әлем жобасы басталды. Ал енді дәл осындай сұрақты Рүстем аға сізге жолдаса, жалпы өнер сахнасына келу барысын сіздің өнеріңізді ең алғашқы болып таныған кім болды? Енді кішкентай бала кезімізден сол ауылда мектеп қабырғасынан бастап өнерге қатты әуес болдым. Сол кезден бастап өзімді сахнадан елестетіп, сол қазіргі осы жүрген себебімізді сол деп ойлаймын. Өте керемет. Енді жалпы бүтін осы ақжайық жұртшылығы, өнерді сүйетін барша біздің көрермендеріміз, тыңдармандарымыз осы бір екі тұлғаны, екі өнерпазды сіздерді танитын анық. Енді жалпы осы өткен екі әлем байқауының бас жүлде иегері болдыңыздар, атандыңыздар. Жалпы өздеріңіздің көңіл күйлеріңіз қалай әсер етті өздеріңізге? Ойларыңызда болды ма осындай ауқымды жобада жүлделі бас жүлдені аламыз деген? Енді басында жұптарды жұптастырғанда, енді бұл байқаудың шарты былай ғой. Бір әнші болады, біреуі, екінші жоба деген. Әнге көп қатысы жоқ. Профессионал емес. Басқа салада қызмет атқарады, бірақ сол мәдениет үйінің ішіндегі. Солай таңдап жұптастырды. Мен енді ән айтатын болғаннан кейін Асылбекті қасымдағы бұл үйірме жетекшісі, поэзия жанрында жұмыс істеп жүрген адам ғой. Солай біріктірді. Екеумізді тек қана енді ер адамдардан екеуміз тек қана шыққан. Қалғандардың бәрі жұптары деген, біреу ер азамат болса, біреу қыз бала, солай жұптастырып бәрін. Біздер екеумізді ер адам болып шықтық, қосылды. Енді манағы жұп болғаннан кейін қосылдық деп қой. Жұп болғаннан кейін тап қиын болған жоқ негізі, жақсы. Былайша айтқанда бір-біріңізді түсіну барысында да көптеген қиындық болған жоқ.
мен бірдеңе айтсам ол алып кетеді, ол бірдеңе айтса мен алып кетемін, солай. Былайша айтқанда керемет үйлесімділікпен осындай жобада бақ сынап, сонымен қатар жүлдегер атандыңыздар. Жалпы енді жобаның барысына тоқталсаңыздар, жоба неше кезеңнен тұрды, сонымен қатар қандай сахналық образдарды сомдадыңыздар, қандай ән болды? Жалпы сіздерді жетістікке жетулеріңізге қандай ән септігін тигізді? Да, Рустем, расскажите более подробно, чтобы наши телезрители также были в курсе, и какие у вас там были краски, и кто вас все-таки подготовил. Былайша айтқанда Асылбек ағаның да осындай керемет поэзияны тыңдайтыны сөзсіз. Жалпы ән таңдау барысы қалай болды, осы жайында да ақпараттармен бөліссеңіздер. Екеуміз бірге ақылдасып, бәрін бірге ақылдасып шештік. Қалай айтсам екен? Бірінші енді 5 кезеңнен тұрды өзі, байқаудың өзі 5 кезеңге бөлінді. Бірінші кезеңде халық әнін орындау керек болды баршасы, барлық жұптар. 12 жұп болып басталды. Содан жайлап манағы азая бердік. Кімнің балы төмен, солай азайтып келді. Бірінші мана кезеңде халық әнін айттық, халық әні Ақбаян деген әнді орындап шықтық. Ол кезде біздің ойымыз былай болды. Қазіргі кезбен бұрынғы кезді ұштастыру болды сахнада, бір ретін келтіріп, солай. Асылбек домбырамен шықты, мен дейтін күйсандықтың сүйемелдеуімен өзіміз сол жерде орындап. Ол дейтін қазақи үрдісте киініп отырды. Мен қазіргі заманға сай, современный дейді ғой, сол бағытта киініп, екеуміз осылай екі жағында отырып, бұл киіз үйдің іші сияқты қылып ана декорациясын келтірдік. Дастарханда осылай жер столда отырып, өзінің әнін шырқап отырды. Мен мына жақтан қазіргі уақыттың несін салып отырдым, екеуміз ұштастырып, кезек-кезек орындап, соны пианино мен домбыраны біріктіріп қосып, солай орындап шықтық. Керемет болды деп айта аламын. Прекрасный мелодичный созвучие, да? Енді тағы да келесі сұрақты Асылбек ағаға жолдасам, жалпы сахнаға шығу барысында сіздерге мысалы 5 кезеңнен тұрды деп айтып отырсыздар. Жалпы қай кезең ең қиынға соққан кезең болды? Бізге жалпы кезең қиынға соқпаған сияқты. Екеуміздің ойымыз бір жерден шығады. Мысалы мен бір нәрсе ойласам, Рүстем де соны ойлап тұрады. Сосын екеуміздің немізде байланысып кетеді. Осылай істесек қалай болады, былай істесек қалай болады. Ең қиыны маған деген соңғы тур болған шығар. Нәтижені күту барысы. Иә, кішкене қобалжу болды. Біздер ұпай жағынан алда тұрдық. Дегенмен де көбісі қасымыздағылар айтып жүрді, сіздер бірге лайықсыздар, балдарыңыз жоғары деген сияқты. Бірақ соның өзінде де іште қорқыныш болды. Алмай қалсақ, балымыз жоғары бола тұрып, сүрініп кететіндер бар ғой. Да, верно. Кішкене қорқыныш болды, бірақ өз-өзімізді қолға алып. Пришли в себя вообще. Аман-есен екі әлем жобасын қанжығамызға байладық. Замечательно. Очень красочно и очень запоминающее это было шоу. Дальше у меня есть к вам такой вопрос. Вот вы как поэт, как человек, который постоянно увлекается поэзией, какие все-таки вы предпочитаете классиков? Какую вы любите читать литературу? Біліп көріп өскеніміз, мысалы, мен әкем Харис Хитар. Ол ауылда, ауыл жұртшылығы жалпы Жәнібек ауданы, Ағоба ауылы. Бәрі Мұқағали дейді. Мұқағалидың өлең шумақтарын жатқа соғады. Біз әкемізге қарап үлгі алдық па, Мұқағали Мақатаевты көп оқыдық. Содан кейін бертін келеді әлі де ыстық біз үшін. Қазір көбіне осы алдағы тағы да осы 9 ақпанда енді Мұқағали атамыздың туған күні. День рождения, да, Мұқағали. Соған орай өзімізде жалпы сондай не жүріп жатыр, шаралар болады. Қызу дайындықтамыз. Жалпы мен өз басым ең жақсы көретін поэзия дегенде сол ең бірінші ойыма келетін Мұқағали Мақатаев. А что бы вы порекомендовали от вашего лица нынешнему поколению, нынешним читателям? Жалпы өмір туралы көп жасады. Мысалы, пай-пай өмір, шыда. Білмеймін, өз басым сондайға жаным құмар. Оқып шыққан адам жалпы терең мағына жатыр ғой. Терең түсінік жатыр. Бұл енді біздің осы бір көрермендерімізге де бір ерекше ақпар секілді. Енді барша көрермендерімізге сіздің кеңесіңіз әдемі бір пайдаға тигізеді деген өз ниетімізді білдіреміз. Енді келесі сауал қайтадан жобаға қарай барсақ. Жалпы енді бұл керемет жоба болып өтті. Ақжайық жұртшылығы бұны тікелей эфирден былайша айтқанда Instagram әлеуметтік желісінен тамашалап шықты. Жалпы енді болашақта бұл осы керемет жоба жалғасында бар ма? Бұл жобаның жалғасы
болу керек деп ойлаймын. Бізге әзірше белгісіз, ұйымдастырушылар қалай енді ойластырып жатыр, ол жағын болады деген үміттеміз. Ал енді сіздер де керемет өнерпаз ағаларымыз келіп отырғанда, керемет байқаудың жүлдегерлері келіп отырғанда, неге бір керемет қонаққа де сұрамасқа деген ой келіп отыр, Динара? Да, енді правильно, сіздерден Егор. бір әдемі әуезді ән болса, көрермендерімізге керемет тарту болар еді. Енді байқаудың соңғы кезеңінде орындаған әнімізді орындап берейік. Қазіргі кезде проблема ғой, енді проблеманы қозайық деген сол не болды, манағы ауқымды проблеманы қозайық деген, адамдарға ой салатын. Қазір балалар көп, тастанды балалар көп болып жатыр, соны қозғайын деп осындай әнді орындаймыз деп шештік. Бағлан Омаровтың әніне жазылған Сәби бақыты деген бұрын Лұқпан ағамыз орындады, одан кейін Заман тобы орындады. Керемет ән. Біраз адамдар орындады, әншілер. Сол әнді орындап шықтық біздер. Сол бізге үлкен жеңіс алып келді деп ойлаймыз. Соның бірі Үзігін орындап берсеңіздер бізге. Жалғанда, жалған, жалғанда, анадан жақын жан бар ма? Арманда мекен анасы, жанында жүрген жандарға, аңсатқан жанға жетемдеп, жетімдер үйін мекендеп, қарайлап жүр ау анасын, қайтып бір келер мекендеп, аңсатқан жанды ағарман, жас болып аққан жанардан, сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған. Сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған. Керемет ән, керемет орындау, керемет үйлесімділік. Енді өнер сахнасында одан ары қарай көштеріңіз домалай берсін, жүлделеріңіз көп болсын деген тілек айтамыз. Енді біздің таңғы студиямызда осындай бір әдемі сұхбат өрбіп жатқан уақытта әттеген-ай дейтін тұстың болатыны сөзсіз. Бұл бізде уақыттың тапшылығы. Енді сіздерге үлкен алғысымызды айта отырып, үлкен тілектерімізді жылдай отырып, сіздерге таңғы тілебіз, таңғы тілек кезегіне кезек берсек. Құрметті Ақжайық жұртшылығы, біз енді екі әлем жобасында үздік атандық, қолдау көрсеткендеріңізге үлкен рахметіміз шексіз, ризамыз. Енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, осындай әдемі сәттеріміз көп болсын. Благодарим вас, уважаемые наши гости. Пусть у вас будет побольше высоких побед и достижений. Рүстем аға, Асылбек аға, сіздерге тағы да үлкен алғысымызды айтамыз. Осындай әдемі таңда алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғысымыз шексіз. Енді шығармашылық табыстар тілейміз. Көптеген додаларда тағы да бақ жарыңыздар. Сонымен қатар жаңа жаңашылдықтар мен жаңа жаңалықтар мен біздің студиямызда тағы да қонақ болады деген ойдамыз.